сұраныс болса, ұсыныс міндетті түрде болады. Қазіргі қоғамда болып жатқан жағдайға байланысты. Біздің өкінішке орай текті жеті атадан қыз алыспаған текті қазағымыз тарихта болмаған рухани тоқырау, азғындау деңгейіне, шарықтау шегіне жетіп жатыр. Бұл өте өкінішті. Бұл қайдан шығады? Не себеп? Біріншіден бізде тәрбиені жойды. Бұл жоғарыдан жоспарлы саясат. Тәрбиені, адамгершілікті, ар-ұят. Бұлардың бәрін жойды. Екіншіден, азғындыққа, ұятсыздыққа тәрбиелейтін, білдіртпей, астыртын құпия түрде жан-жақты соғыс жүріп жатыр. Ақпарат майданы. Бұл да жоспарлы саясат, әдейі. Не үшін дегенде, халықтың осындай рухани азғындап, жануар деңгейіне түсіп, бір шыбықпен айдайтын мал деңгейіне түскені өте тиімді. Кімдерге? Өздеріңіз түсініп біліп отырсыздар деп ойлаймын. Спрос порождает предложение дейді. Яғни, сұраныс, халықтың сұранысы міндетті түрде ұсынысты тауып береді. Сұраныс бар жерде ұсыныс бар. Сондықтан мынандай жағдайлар болып жатыр. Қоғам бұзылған, қоғам азғындаған. Мен жеке адамдарды айтып отқан жоқ. Өздерін сақтап, өте мықты тәрбиеде ұстап отқан отбасылар бар, олар туралы айтып отқан жоқ. Жалпы қоғам, көп бөлігі, басым бөлігі рухани тоқырап әбден бұзылып жатыр. Қарапайым мысал, дәл осы ақпаратты қазір 100 адамның біреу ғана тоқтап көруі мүмкін, қалғандары өтіп кетеді. Қайда өтіп кетеді? Қайда жүгіріп баратыр? Азғындаған, ар-ұяттан безген, рухани тоқыраған, сондай масқара, сұмдық нәрселерді көруге. Солар қызық. Енді сондай көріністер мыңдаған, миллиондаған қолдауға ие болып жатады. Дауыс беріп жатады. Комментарий жазып, ризашылығын білдіріп жатады. Қошемет көрсетіп жатады, қол шапалақтап жатады, гүл ұсынып жатады, өздерінің лебізін, жылы лебіздерін айтып жатады. Молодец дейді, қолтығына су бүркіп құтыртады. Содан олар құтырады. Ол жай жерден шығып жатқан жоқ қой. Бір-екі адам ғана қолдап, қалғандары қолдамай қойса басылып қалар еді. Бұзылған қоғам қолдап отыр оларды. Сондықтан олар ойына келгенін істей береді. Олар мынандай нәрсені көрсеткен, соған жеткізіп отыр ғой, сұраныс болып тұр ғой, сұрап тұр. Халық сұрап тұр, қоғам сұрап тұр, бұзылған қоғам сұрап тұр. Ар-ұяттан безген қоғам сұрап тұр оны. Олар болмаса басқа біреу. Өткенде болған жоқ па? Қытайда, басқа шетелде масқара болып жатқан. Ар-ұяттан безген. Міне сондықтан бұл енді біз өзіміз тәрбиелемесек, жоғары жақтан көмек сұраудың ешқандай мән мағынасы жоқ. Себебі олардың өздері жасап отыр ғой оның бәрін. Ақпарат құралдары арқылы, программалар арқылы, шоулар арқылы, жаңағы Дом-2 окно деген сияқты, қалаулым деген сияқтылардың бәрін кім істеп отыр? Оны халық емес, оны жоғарыдан бұйрық бойынша істеп отыр ғой оның бәрін. Халық аңқау болу керек, халық азғындаған болу керек. Бір шыбықпен айдайтын мал деңгейіне түсіру керек. Қалай түсінбейді осыны халық? Біздің қолымыздан не келеді деген сұрақтар болады. Қарапайым мысал, біз көп ұлтты мемлекетте тұрып жатырмыз. Ең қатты бұзылып жатқан біздің өзіміздің қара көздер. Рас па? Рас. Енді дәл осы заң, дәл осы жағдай, дәл осы мемлекет, бір қала, бір ауыл, басқа ұлттар тұрып жатыр ғой, олар өте қатты ұстап отыр өздерін. Байқайсыздар ма? Өте қатты. Иттеріне дейін үйретіп қойған ғой. Адамдар, балалар былай тұрсын. Иттеріне дейін. Иттері басқа адам нан тастаса, тамақ тастаса жемейді. Сондықтан міне бізде неге жоқ сондай? Бұзылып жатқан, азғындап жатқан, ажырасып жатқан, измена жасап жатқан, туып бала лақтыратын, түрлі азғындықтарға баратын, тірі жетімдер болып, тек қана өзіміздің халық қой. Өзіміздің қара көздер. Сондықтан сол үшін айтып отырмыз. Біз өзіміз тәртіпке салып тоқтатпасақ, бұл
ұлт ретінде жойылудың алдында тұрмыз.